Сәлем оқушылар, ұбт келген мына бір есепті шығарып тастайық. Плотина әр секунд сайын 2500 метр куб су шығарады. Биіктігі 320 см. Плотинадан шыққан су ағынының қуатын анықта дейді. Бізде көлеміміз берілген, ол 2500 метр куб, және де биіктік бізде 3-2 метр болады. Метрге айналдыратын болсаңдар, бізде табылу керек қуат. Біз қуаттың формасын білеміз, ол жұмыстың уақытқа қатынасы болады. Біз жұмысты бұл жерде mgh бөлінген т деп алсақ болады. Біздегі mнің орнына ρ(v)gh бөлінген т деп жазуымызға болады. Сонда біздегі қуатымыз ρ ол бізде 1000-ға тең болады. Көлеміміз 2500, g деп отқанымыз ол 10-ға тең, биіктік 3-2 бөлемін 1-ге. Не үшін 1-ге бөлем? Себебі әр секунд сайын деген. Осыны есептейтін болсаңдар, 80 көбейту 10-ның 6 дәрежесі ватт болады. Мен бұны 8 көбейту 10-ның 7 дәрежесі ватт ретінде жазалам, немесе 0,8 гигаватт деп жазуыма болады. Бұндай варианттар бізде F вариантында тұр, 80 мегаватт, және де 8 көбейту 10-ның 7 дәрежесі ватт деген E варианты, және де A вариантында тұр. Егер сенде физикадан проблема болса, басты беттегі YouTube каналға өтіп тіркел.